Бұлақ неге бұртиды? Біз білмейтін ерте заманда жер ананың жұрт көзінен жасырып ұстайтын кенже қызы болыпты. Кенженің сөзі де, өзі де тәтті болатын әдет емес пе? Анасы көз әлде сөз тиеді демекен, әйтеуір жарықты неге шығармай, жер астың гүрінде бағып қағады екен. Ал бала бұлақ болса, ара-тұра анасына білдірмей, терең қабаттардан жылғалай ағып, жер үстін бақылаумен болыпты. Мұнысын сезген жер ана, тәп-тәтті тынығым, сен үшін жер асты қойнауынан асқан қауіпсіз мекен жоқ. Жер бетіне шыққан күн-ақ адам баласы тынығыңды лайлауға асығады. Шөлін қандырып дертіне дауа іздесе жөн басқа. Ал қойны қонышыңды қоқыспен толтырса, мен сені қалай қорғаймын? Қиналғаныңды көріп, ана жүрегім қас айрылмай ма? Деді. Анашым, шынымен адам баласы. Бұлақ суынан шөлін басып, жанына шипа тапса, қалайша оны лайлауға қолы бармақ? Депті бала бұлақ таңдана. Анаң сенің не көрмеді тынығым? Су ішкен бұлағыңа түкіргенді де көріп келем, дейді жер ана тұнжыраған күйі. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген расау. Жер бетіне шықпа деген сөзге құлақ аспаған бала бұлақ, жер асты жарықтарын бойлай аға берді, аға берді. Есін алған еркіндік қойсын ба? Бүлкілдеген күйі бір күні жер бетіне бұлқына ытқып шықты. Шыға сала, тұмса табиғаттан көзін ала алмай, таңдана қарады. Осынау ғажап жаратылыстың бір бөлігі болғанына қуанды. Тау бауырын бойлай жатқан ауылды көре сала, бала бұлақтың жүзі бал бұл жанды. Ертең ақ жағасына бір топ бала кеп ойнайтынын ойлап, түні бойы көз ілмейді. Ойы алдамапты. Бұлақтың жаны шынымен көңілді мекенге айналады. Ауылдың бойжеткендері кеп кітап оқиды. Ұлдары кеп балығына қармақ салады. Әже біткен көк шалғында ұршы қиырып, киіз басады. Жігіттер жағы жылқысын суарады. Анашым бекер уайымдапты. Адамдар ол айтқандай қатыгез емес екен деп ойлаған бала бұлақтың жүрегіне тыныштық орнады. Жылдар жылжып арада біраз уақыт өтеді. Ауыл көшіп орнына басқа адамдар қоныс тебеді. Бұлақтың да жасы біразға келеді. Бұрынғыдай буырқанып, бүлкілдеп ағатын шама жоқ. Бір сарынды күйге түседі. Оған қоса талайдан бері тазаланбаған соң, тынысы тарылатынды шығарды. Дегенмен, бәлкім жаңа ауылдың адамдары кеп, жағамды ашыр деген үмітпен күн артынан күн өтіп жатты. Бірақ бұл ауылдың адамдары мүлде басқа боп шықты. Бұлақ басын тазаламақ түгіл, күл қоқысына кеп, мұның тұнығына төге бастады. Бір кездері жағасы гүл аңқыған, суы бал татыған бала бұлақ, бірте-бірте базары тарқап, еркелеудің орнына ентіге ағатын болды. Бір күні кеудесі шерге, көзі жасқа толған бұлақ анасына кеп, Анашым, жаза бастым, жаңылдым. Тау тасты жарып, жер бетіне жарып шыққан күнім әдірем кетсін, деп егілді. Жылама тынығым, деп жұбатуға тырысты жер ана. Кей адамдардың тазалыққа да, мөлдірлікке де, мың дертке дауа емдік қасиетіме де түкіргені бар екен, деп көз жасын одан сайын көлдетті бұлақ. Көңілің қаларын біліп, қойныма жасырғанымда сондықтан еді. Тұнығыңды лайлайтында түйсігім сезіп еді, деді анасы күрсіне. Бұрынғы адамдар шөлін қандырып қана қоймай, үнемі көзімді ашып, күш қуат сыйлайтын. Ал жаңадан келгендер жағама жуынды төгіп, тұнығымды қоқысқа толтырды, деп тынжырады бұлақ. Уайымға салынба, тау тасты бұзып жаратын күшің қайда? Бұдан бұлай, бойыңды былғағың келмесе, бағытыңды өзгерт, деп ақыл айтты анасы. Қалайша? Қайнарымнан мал жаны түгел шөлін қандырған ел. Мен кетсем қалай күн көреді? Деп таң қалды бұлақ. Қаласаң, қоқысқа былғанып аға бер. Қолда бардың қадірін білмеген елден не қайыр? Деді анасы. Анасының осы сөзі ой салған бұлақ бір түнде
арнасын басқа бағытқа бұрып, бұл мекеннен бір жолата алыстап кете барды. Халық арасындағы «Бұлақ көрсең көзін аш, судың да сұрауы бар» деген мақалдар осы оқиғадан бастау алады деседі.